оқушылар арасында байқау, қазақ жазушылардың кітаптарын оқып мазмұнын айту. Байқаудың мақсаты әлеуметтік желі мен ақпарат құралдарынан телміріп, жіпсіз байланған бүгінгі жастарымызды кітап оқытып, қазақ жазушылардың шығармаларын таныстыруға негізделген. Мен номер 4-ші Балжан Бөлтірков атындағы мектеп-лицейдің 9-шы Ә сынып оқушысы Абдыманап Жаниямын. Осы сайыста менің алып отырған шығармам Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы. Әлеуметтік төңкерістер мен ұлы революциялар заманында өмір сүрген Жүсіпбек Аймауытов өзінің қысқа да ғұмырында бізге арнап бағалы әдеби және де ғылыми мұраларын қалдырып кеткен болатын. Ал енді мен өзімнің әңгімемді сіздерге баяндап берсем. Алтай тауының маңайында болып жатқан азамат соғысы нәтижесінде қазақ ауылдары көптеп зардап шеккен болатын. Сол кезде өрт жайлады. Барлық қазақ үйлері өртке оранған болатын. Соның бірі Мамырбай деген ауыл болатын. Сол Мамырбай ауылында бір үйдің еркек қызы, Ақбілек деген қызды бандалар ұрлап алып кеткен болатын. Ақбілек сол жақта қысқа мерзімде тұтқындалса да, сол жақтың адамдары қандай екені, олар қандай мақсатпен жүргені барлығын бірден аңғарған болды. Ақбілекті қамауға, яғни тұтқынға алған офицер өзі Қытай асып кетуге мәжбүр болады, және де сол өзінің қарамағындағы адамдарға Ақбілекті қайда барса сол жаққа барыңдар деген сияқты талап қойып, бұйрықпен кетіп қалады. Қарамұрттың адамдарынан шығып қашып кетеді, бірақ та қашқанның өзінде де ол тозақтың түбіне барған сияқты сезінеді. Себебі ол балалығынан айырылған, болашақтары өзінің сүйіктісі Бекболатты ойлап, өзін жеп тастайды. Күндердің бір күнінде өз еліне қайта оралады, бірақ та сол мазақ, табалау, өзінің сол бір тозақ түбінде өмір сүріп жатқан сезімі барлығы ауыл жерлеріне таралып кетеді. Яғни Ақбілек былайша айтқанда өсек астында қалады. Және де сол күндердің бір күнінде өмір ағысы нәтижесінде бұның барлығы емделіп, бұның барлығы ұмытылып жатқан кезде Ақбілек өзінің қолын жинап, өзінің ағасы Төлегеннің қасында оқуға түсіп, сол жақта жеңгесінің және ағасының қасында оқуын оқып жүреді. Төлегеннің жары Ұрқия сол Ақбілектің тәрбиесіне, соның оқуына, соның Ақбілектің көзін ашқан жалғыз кісі сол болады. Ақбілектің басынан өткен оқиғаға қарамастан, сол Ақбілектің қандай адам екенін біле тұра, сол Ақбілекті түсінген жігіт Балташ сол қызға, яғни Ақбілекке ғашық болады. Және де Ақбілек те өзінің арғы өмірін сол Балташпен өткізгісі келіп, екеуі бір-біріне ғашық болып, сол қасиетін бағалаған екеуі шаңырақ құрып, ақыр соңында Ақбілектің ұлы Ескендір дүниеге келеді. Әуезов Айман Шолпан поэмасы. Бұл поэмада Мұхтар Әуезов күлкілі және де сол заманның шындықтарын бізге бір бейне арқылы жеткізген. Бұл поэмада біз Маман деген кейіпкерді көреміз. Ол сол заманның байы, дәулетті қажы. Оның ұрпағын жалғастыра ешқандай да ұлы болмайды. Тек екі қызы Айман және Шолпан. Айман қыздарының үлкені, өте сұлу, өжет, ақылды қыз. Шолпан ерке, тентек, кіші қызы. Бар шектінің рубасысы, дәулетті бай қажы. Қара барымта, қара күш, ескіше зорлықтың адамы. Арыстан, басы бардың інісі, ақын. Теңге, басы бардың тоқалы, өр, ерке мінезді сұлу. Әлібек, Айманды жаңадан айттырғалы жатқан Маманның күйеу баласы. Бұл шығарма Маманның ауылында ерекше бір той болып жатқан кезінен басталады. Сол кезде
басы бар, қаншалықты өзі үлкен болса да әйелі бола тұра, тоқалы бола тұра, Айманды өзіне әйел қылғысы келеді. Бірақ та оған маман қарсы болады. Алайда басы бар өз дегенін істеді. Басы бар Айман мен Шолпанды өзінің ауылына бірнеше салт атпен және де адамдармен алып кетеді. Жолда келе жатқан кезде Айман ешқандай да көмек келмейтінін, ол өзінің ақылымен, өзінің қулығымен бір жоспар ойлап табады. Басы бардан ат сұрайды. Ол атқа Шолпанды мінгізіп, өз ауылына қайтарып жібереді. Бара салып, басы бар Айманды үйінің ішіне алып барады. Айман сол жақта түнейді, күнін көреді. Баласымен жақсы дос болып алады. Баласына күнде шалбар тоқи бастайды. Және де сол баласы арқылы барлық шындықты біліп отырады. Сөйтіп, Айман өзінің тапқырлығымен, өжеттілігімен басы бардың жолын қайтады. Басы бар өз ісіне ұялып, Айманды өзі өз ауылына алып барып, Әлібекпен бірге қосады. Мада байдың деп, байдың жасаған өктемдігі, бірақ та оған қарамастан өз ақылымен барлығын жеңе білген өжет қыз туралы айтады. Айтуынша, ол Алматыда оқиды екен. Оның аты Арай. Ол Өркен селосына үйіне бара жатыр екен. Оның ата-анасы Өркен селосының жанында қыстауда тұрады екен. Біраз уақыттан кейін мен қызыға үн қаттым. Қарындас, мен сізді үйіңізге шығарып салайын. Далада боран ғой, кеш батты дедім. Қыз маған қарады да: жоқ аға, керек емес. Мен өзім барамын. Өзіңіздің жұмыстарыңызбен бара беріңіз деді. Оданша өзіңіздің жұмыстарыңызды бітіріп, менің селома келіңіз. Алматыға бірге қайтамыз деп жауап қатты. Новостройка селосына барып, өз жұмыстарымды бітірдім де, Өркен селосына 2 күннен кейін келдім. Ауылға кірген кезде бір баланы көрдім. Баладан сұрадым: Арайдың үйі қайда дедім. Бала маған: сен оған кім боласың деді. Мен оның танысымын деп жауап қаттым. Арай ауыл шетінде қыстауда тұрады дедім. Деді бала. Содан соң мен қыстауға бет алдым. Қыстауға жақындаған кезде жылаған әйелдің үні шықты. Бұл Арайдың анасы және оның туған туыстары екен. Мен Арай қайда деп сұрадым. Анасы маған: біз Арайдан айырылдық деп жылады. Мен Арайдың қабіріне бардым. Қабірдің жанында әкесі отыр екен. Әкесінің айтуы бойынша, Арай автобустан түсіп Өркен селосына бет алған кезде бірнеше шақырым жерде оны қасқырлар өздеріне жем қылды. Адам өміріндегі ең асыл тәтті кезең ол балалық шақ демекші, мен Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа жазған повесі қысқаша мазмұндап беремін. Бұл шығарманың басты кейіпкері Бердібек, қызығы мен қуанышы, айласы қатар өміріне байланыстырған өте өзгеріссіз қағаз бетіне түсірген. Апасының мойнына асыл жүрген кездері, жалаң аяқ ауылдың ыстық топырағын басып, қара кешке дейін еш нәрсе сезбей ойлаған күндері. Балалық махаббаты, текестің суы. Бердібектің барлық сыры мен жырына куә болған осы текестің суы еді. Кенеттен Бердібектің басына қара өзгерді. Оның анасы жастайынан көп қиындық көрген соң аурусам болатында ерте көз жұмады. Артында Тұрдыбек есімді жалаң аяқ алады. Шешем жайлы тарауында жазушы: әкемді алсан ал Құдай, шешемді қой, шекпен тоқып берсен де өлмеймін ғой деп әзіл аралас шындықты жайып салады. Сонымен қатар ана қасиетін, ана қадірін, ана құрметін анық айнықтап көрсетеді. Анасынан айырылып қалғаны Бердібекке өте ауыр соққы болады.
да тауып беретінін білетін. Анасы қолындағы соңғы затын берсе де, баласы үшін жанын беруге дайын еді. Бірақ бұл бақыты ұзаққа бармады. Алайда кейіпкердің көңіліне жұбанышы болған ағасы сатылған еді. Осы шаңырақтағы көз ашық, көкірегі ояу, сауатты, ақ қағазды жанына серік қылған да ағасы еді. Ағасы әр кез інісінің білім алу үшін жағдай жасауға тырысады. Өміріндегі алғаш үстіне жаңа үйдің киімдерін де алып берген ағасы болады. Жақсы әйел алып үйдің берекесін кіргізген де ағасы болады. Бердібек жеңгесін өзіне ана орнына ана көріп пана тұтатын. Дегенмен қазақтың өзге жұрттан сөз ұзын дегенде жайдарлы да жайсан жеңгесін жұрт күндеп бұл үйге сыйғызбады. Екінші мәрте арқа сүйек қамқоршысы кетіп қалды. Ал автордың шынайы шеберлігіне Тұрдыбек атты бөлімдегі бейнелі сөздер арқау бола алады. Ол бөлімде автор оқырман ойын орамдап, жан дүниесін жалынышты сөздермен жайғастырған. Бердібектің әкесі өте жуас, қой аузына шөп алмастың бірі болады. Үй шаруасына да селқос қарап, тал түске дейін қара суды сіміріп отыра бергендігі намыс көрінеді. Анасы қайтыс болған соң әкесі күміс есімге кенже біле алады. Міне аяқ астынан Бердібектің үйінің қонақ да болады. Қара бұлттай қалбиған мынау күміс соғады Тұрдыбекті гүрс-гүрс. Тағы қиындық, тағы уайым. Ұялмас бетке талмас шақ береді деп, бұл анасы боз ауыздың өзі болады. Өгей шешеден ең көп зардап шеккен Тұрдыбек болады. Шешесі мүлде балаға қарамайды. Өгей шешенің кесірінен кішкентай бала бір күні еңбектеп жүріп, отқа күйіп қалады. Одан соң жүре алмай қалады. Тағы бір күні ойнап жүріп, қолын шоққа басады. Оны дәрігерлерді дұрыс қарамай барлық қолын бірге байланып тастайды. Ал баланың қолы жазыла келе бірігіп кетеді. Кішкентайынан осындай қиындық көрген інісін Бердібек аяйтын. Алып кетейін десе де өзі де оқушы. Автор жетімдіктің ашу дәмін татқан соң келесі ұрпаққа мынандай ақыл кеңес айтады. Балалар, жас достарым, мынау қатал дүниеде әкесінің шешесі өліп жетім қалу секілді бақытсыздық әркімнің ақ басынан кездесуі мүмкін. Ол секілді жаны жаралы балалар мүмкін араларында бар шығар. Сендер қанша араз болсаңдар да, оларға жетім тажалдай суық сөзді айтпаңдар. Ор, соқ, төбелес, тіпті етіне өткіз қыл, бірақ әлгіндейін деп көзерме. Тағдыр онсыз аямаған, аяусыз жазалаған бейшараның адамшылық менмендігін жетім деген сөз бір жолата жиелетіп, таптап кететінін сендер ұғындар, аяңдар деген. Бұл кітаптың әр тарауын автор заманының қаталдыққа толы, қиын күндерін қисынмен қиыстырып суреттеген. Кейіпкер образдарын аса үлкен шеберлікпен зерттелгені соншалық, оқып отырған кейіпкердің көңілін кейпінен еніп, күлесің, жалыншын жиненіп жылайсың. Кітаптың әр парағын парақтап танысқан сайын автордың балалық әлеміне сапар шеккендей боласың. 90 ауыз сөздің тоғыттай түйіні повесть өз тақырыбын, мазмұнын жеткілікті деңгейде аша білген. Ең бастысы сахарада сайрандаған қазақ баласының сыпайы, сотқар да қылық сынық мінезін дәл осындай.